5-ші сынып. 9-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Size number 1, look at the picture and complete 1 to 5 with numbers and compare your answers with a partner. Неше мұғалім бар, неше ер бала, неше қыз бала солардың санын жазымыз қажет. One teacher деген, яғни бір мұғалім. Екіншісі ер балалар, неше ер бала екен санаймыз. Бізде 7 boys, яғни 7 ер бала бар екен. Екінші computer. Computer бізде one computer, яғни бір ғана компьютер бар. Үшінші girls, қыздар, неше қыздар бар? 9 қыз бар, 9 girls. Төртінші posters, постер. 1, 2, 3 posters, яғни 3 books, неше кітап бар? Бұл 32 books. Келесі exercise number 2. Listen to Tara talk about her class, choose the correct words. Тараның өзінің класы сыныбы жайлы айтқанын тыңда дейді, және де дұрыс жауапты таңда дейді. Біріншісінде there is a teacher болады, яғни бір ғана teacher. Екіншісінде there is және there are 7 boys, яғни бұл жерге there are 7 boys болады, бұл жерге there are 9 girls болады. Төртінші there are some posters болады. Бесінші there is a computer деп жазамыз. Соңғысы there are a lot of books болады. Exercise number 3-де rules, яғни ереже берілген, жаңа мен сіздерге түсіндіріп кеткен. There are a lot of some. Бұл жерде жазылды, we use numbers when we count things. There is 1 computer, there are 7 boys, and there are 9 girls деген. Бұл жерде айтып тұр, яғни біз санау үшін сандарды қолданамыз дейді, заттарды санау үшін. Және де бұл жерде there is 1 computer, мысалға компьютер танаған кезде қолданамыз. Мысалға бұл жерде бір компьютер деп айтып тұр. Ал көпше түрде there are болады, 7 boys and there are 9 girls. Бұл жерде a lot of пен someның түсіндірмесі, ережесі when we are not counting, we use a for one thing, some and a lot of. Біз егер санамайтын кезде дейді, яғни заттарды біз бір нәрсеге some және a lot of-ты қолданамыз дейді. There is a teacher, there are some posters, there are a lot of books. The next exercise number 4, make 6 sentences with words from the circles. Бізде осы шеңберде берілген сөздерді қолдана отырып 6 сөйлем құраңыздар деген. Яғни there are some, a lot of cars in New York, teacher in class деген сияқты сөздер берілген. Ендеше оқушылар бір сөйлем құрастырып қарайық. Мысалы, бірінші біз there is алып қарайық. There is a teacher in this class. Екінші there are алып қарайық. There are a lot of cars in New York деп жазсақ болады. There are some books in my bag деп жазсақ та болады. Және де there is a dog on page 33. There are a lot of phones in Japan. Және there are some girls in this class деп жазсаңыздар болады. Келесі exercise number 5, activate, look at the pictures in this book, write true false sentence with there is and there are, test your partner дейді. Бұл жерде өзіңіздің кітабыңыздағы суреттерге қараңыздар дейді. Және де соған біз there is және there are деген қолданып сөйлем құрамыз қажет. Және де сол жазған сөйлеміміз егер дұрыс болса true, дұрыс емес болса false деп яғни жазамыз. Мысалы, there are a lot of girls on page number 4. Төртінші бетте қыздар көп деген, яғни қыздардың суреті көп дегене, ол жерде true деп жазамыз. Келесі, there is a computer on page number 10. Ол сөйлемде бізде true, яғни дұрыс болады. The next exercise number 6, write sentence about your class, use ideas from exercise number 2. Өзіңіздің сыныбыңыз жайлы сөйлемдер құрап жазыңыздар, және оның идеясын екінші жаттығудағы идеяны қолданыңыздар деген. Сөйлемдерімізді оқыңыз. There are 25 students in our class. Біздің сыныбымызда 25 оқушы бар. Екінші сөйлем, there are 15 girls. 15 қыз бар. There are 10 boys. 10 ұл бар. Дәл осы секілді екінші тапсырмаға ұқсас сөйлемдерді құрастырасыздар.